Барлығына сәлем, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз жаңа Samsung Galaxy S23 Ultra туралы айтқымыз келеді. Бұл Samsung смартфондарының соңғы қосымшасы. Бұл телефон өте көп шу шығарған болатын, сондықтан мен оны сынап көрейін дедім. Қораптың ішінде не бар екенін қарастырайық. Күткендей, бізде қажет нәрсенің бәрі бар. Қуаттағыш кабелі, сим картасын алу құралы. Алайда қуаттағыш блогы жоқ екенін көргенде көңілім қалды. Бірақ бұл жаңа телефондармен трендке айналатынын естідім. Бұл жаңа телефондармен келген тренд екенін байқай аламыз. Онымен қоса телефонда жылдам зарядтау және сымсыз зарядтау опциялары бар. Енді телефонның өзіне көшейік. Біздің телефон 512 гигабайтты ақ түсті нұсқасымен келген. Дизайн және дисплей туралы сөйлесейік. Samsung Galaxy S23 керемет көрінеді және де сезіледі. Оның жұқа профилі бар және оны ұзақ уақыт ұстауға ыңғайлы. Телефон әртүрлі түстерде келеді. Толығымен 4 түсі бар. Осылайша сіз өзіңіздің стиліңізге сәйкес келетінін таңдай аласыз. Дисплейіне қарасақ, әсерлі мөлдір графикамен және де керемет контрастпен. Бұл дисплей Dynamic AMOLED 2X. Бұл сіздің алақаныңыздағы шағын кинотеатрының болуы сияқты. Материалдар қоршаған ортаны ескере отырып әзірленген болатын. Және де қайта өңделген шыны, қайта өңделген рет пленкасы мен мұхиттағы пластиктан жасалған болатын. Осы телефонның ішінде Samsung Galaxy S23 нағыз ан. Онда Qualcomm Snapdragon 8 екінші ұрпақтағы процессоры, 12 гигабайт жедел жады және де 512 гигабайт ішкі жады бар. Бұл дегеніміз ол сізге көп тапсырмадан бастап талап етілетін қолданбалар мен ойындарға дейін сеніп тапсырған барлық нәрсені жеңе алады. Телефонның камералары туралы айтатын болсақ, бұл жерде бізде 5 камера бар. Яғни 200 мегапиксельді ең басты камера, 12 мегапиксельді ультра кең бұрышты камера бар, 12 мегапиксельді селфи камера, 2 теле объективтер бар, яғни 3 есе үлкейтетін және де 10 есе үлкейтетін камералар. Яғни кез келген жағдайда керемет фотосуреттер мен бейнелер түсіруге болады. Камераның ерекшелігі түнгі фотосурет камерасы бар. Кеш батқаннан таң атқанға дейін анық фотосуреттер мен бейнелерді түсіріңіз. Galaxy ең жетілдірілген камера сенсоры және де ең жылдам процессоры аз жарықты қабылдайды және де шу азайтады. Тіпті камера объективі жарқырауды азайту арқылы түсіруді тазартады. Және де телеобъективке қарайтын болсақ, біз жұлдызды аспанды гиперлапс функциясы арқылы жасай аламыз. Яғни біз жұлдызды аспанды телеобъективпен түсіріп, соңында постта 1-2 секундтың ішінде оны көрсете аламыз. Бұл біздің гиперлапс режимі. Ал егер сіз түнде фотоға түскіңіз келсе, осы телефон сізге арналған. Осы телефонның ішінде түнгі режим функциясы бар. Яғни сіз кештен бастап таң атқанға дейін фотосуреттерді жасай аласыз. Неліктен? Өйткені бұл телефонның ішінде арнайы объектив бар. Яғни осы объектив арқылы өте аз шу болады және де сіздің фотосуреттеріңіз жарық болып көрінеді. Батареяның қызмет ету мерзімі. Samsung Galaxy S23-тің ең әсерлі ерекшеліктерінің бірі батареяның қызмет ету мерзімі. Қуатты 5000 мАч батареяның арқасында сіз телефонды күні бойы заряд таусып қаламын деп алаңдамай пайдаланасыз. Егер сізге телефонды зарядтау қажет болса, 50 ватты жылдам зарядтау мүмкіндігі сізге тез қалпына келтіруге көмектеседі. Сондай-ақ телефон сымсыз зарядтауды және де кері сымсыз зарядтауды қолдайды. Samsung Galaxy S23 Ultra Android 13 интерфейсінде жұмыс жасайды. Пайдаланушы интерфейсі таза, заманауи және де шарлауы оңай. Көптеген түйшеу опциялары бар және телефон алдын ала орнатылған қолданбалар мен мүмкіндіктерінің ауқымын бірге келеді. Көрнекті мүмкіндіктердің бірі Samsung DeX. Ол телефонды мониторға немесе теледидарға қосуға және де оны жұмыс үстелі ретінде пайдалануға мүмкіндік береді. Қауіпсіздік және де құпиялылық. Кез келген смартфонның тағы бір маңызды аспектісі қауіпсіздік пен құпиялылық. Samsung Galaxy S23 Ultra телефон мен деректерді қорғауға арналған қауіпсіздік мүмкіндіктерінің жиынтығы болып табылатын бетті тану, дисплей астындағы саусақ ізі сенсоры және де Samsung Knox сияқты бірқатар қауіпсіздік мүмкіндіктермен жабдықталған. Сондай-ақ құпиялылық параметрлерін, соның ішінде қолданба рұқсаттары мен орналасу қызметтерін басқаруға болады. Қызықты нәрсе, осы телефонның ішінде бізде стилус бар. Стилуспен қолданып көрейік. Бұл стилус өте дәл және де жақсы жұмыс жасайды. Бұл сізге сурет салғанда, графикамен жұмыс істеген кезде өте пайдалы нәрсе. Жалпы Samsung Galaxy S23 Ultra қатты әсер етті. Оның керемет дизайны және де керемет дисплейі
және де шынымен де әсерлі ерекшеліктері бар. Батареяның қызмет өту мерзімі ерекше және де телефон найзағай жылдамдығымен жұмыс жасайды. Жалғыз кемшілігі зарядтауыштың болмауы, бірақ бұл қазір қалыпты жағдай. Егер сіз жаңа смартфон іздесеңіз, мен Samsung Galaxy S23-ті қолданып көруді ұсынамын. Көргеніңіз үшін рахмет, қош сау болыңыздар.